Hello my dears. Сәлем менің қымбатты достарым. Бүгінгі тақырыбымыз модальды етістік can. Каналыма тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Лайк басыңыздар. Мысалы, мынандай сөйлемдерге қарастырып көрейік. Horse can run. Frog can jump. Fish can swim. The bird can sing. And the monkey can climb. Can етістігі қазақ тіліне істей алу, бірдеңеге икем бар екен аударылады. Мысалы, birds can fly, құстар ұша алады. Anne can play the piano, Аня пианинода ойнай алады. Мысалы, мынандай сөйлемдерге қарастырайық. Can немесе can't, яғни болымсыз түрінде біз can'ті cannot'тың қысқартма түрі can't. Мысалы, foxes түлкілер жүгіре алады. Cows ride a bicycle. Сиырлар велосипед айдай алады. Ол өтірік қой. Мысалы, сиырлар велосипед айдай алмайды. Cows can't ride a bicycle. Crocodiles can swim. Мысалы, dogs can or can't fly. Иттер ұша алады ма? Жоқ, әрине, dogs can't fly болады. Болымсыз немесе сұраулы сөйлемде can ешқандай жаққа не шаққа өзгермейді. Мысалы, I can dance, мен билей аламын. He can dance, they can dance. I can't sing, he can't sing, or they can't sing болады. Мынандай тақпаққа көңіл бөлейік. I can jump, I can run, I can sing, I can dance, I can swim, I can't fly, I can climb, and say goodbye. Сау болыңдар. Келесі кездескенше. See you soon. Каналыма тіркеліп, лайк басуларыңызды сұраймын. Goodbye.